Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін Наурыздың 2-сі, жексенбі күні Kia Pegas'қа автодабл, автосигнализация орнатып жатырмыз. Алматыдағы ең арзан тапқаным осы E96 деген 100 мыңға келістік. Мына Денис деген жігітпен түсіруге рұқсат берді. Түсіре берсең болады деді. Видео. Машина жуылған жоқ. Сразу айтайын. На Kia Rio. Скорее всего, Kia Rio прошивка. Шумка бар екен. Мына қызық анау Ford Lego дейді. Қызық екен. Жиналған ғой. Өздері жинаған болып тұр ғой. Денис айтады, мен E96-ны жасатайын деген, сенде иммобилайзер дей ма, сондай жоқ екен. A93-ті қойсаң да болады дейді. Қазір A93 өзінде жоқ екен. A63 дегенді орнатсаң болады дейді. A63 дегенді жақсы сигнализация екен айтуынша. Біз орнатып көреміз. Жасап жатыр. Сағат шамамен 2 сағаттай өтті. Мен 11:30-да келдім. Қазір сағат 1:30-дай болып қалды. Сағат 13:20 ма, 13:15 па сондай. Шамамен 2 сағаттай болып қалды. Қазір тағы 1-2 сағаттан кейін бұйырса бітетін дейді. Көлік өткенде айтқандай Kia Rio'ның 3-ші буыны, Hyundai Accent, Hyundai Solaris кейбір жерде басқа атпен шығады екен. Соның 3-ші буынның қорабы, көріп тұрсыздар, автомат. Дәл соның қорабы. Дизайн ғана өзгерген, сыртқы дизайны. Қозғалтқышы 1/4 акценті соңғы тура өзі.
қазір настройкасын жасап жатқан сияқты мен түсінгенім бойынша. Қиқылдатып. Әлде жасап жатыр, сағат 14-17 болып қалды. Маған бұнағаны Москва саудагерінің астында паркингте. Одан E96 дегенді қояйық деп айтты. Оның үшін ары бері озып барсам E96-тан көріп A93 дегенді де қойып берейін деді, бірақ A93 болмай қалып A63 дегенді қойып берді. Екеуі бір дүние екен. Маркетинг деп айтты. Бағанағыны айтқан болатын, тағы да қайталап жатырмын егер бір сәт қайырлай беретін болсам. Маған 5 жылдық кепілдігімен 100 мың теңгеге жасап беріп жатыр. Соңында 5 жылдық кепілдігі бар. Егер кез келген сұрақтар болса, сұрандайсың, айтасың, жағдай болса келесің деп бір ауыз түсіндіріп айтты. Енді басқа жердегі көп жерде сұрап көрдік. Бір жерде 75 мың деп айтты, ең арзан шыққан 75 мың. Ол A91 дегенді қойып берді. Ескі екен, интернеттен қарадым. Ол A91 деген, Starline A91 деген не жоқ екен. Қалай айтсам бар, өндірісте жоқ екен. Қытай деп айтып жатыр. Көбісі Қытай деп айтады. A91 75 мыңға қоямын деп айтты ғой десем. Ол Қытай ғой, ол қазір жоқ. Starline A91 деген жоқ, ол ескі деп. Содан не керек? A93-тің тура өзі A63 дегенді қойып беріп жатыр. A93, A39, A63, A36 деген бар екен. Бәрі бірдей дейді. Сырты несі бәрі бірдей екен. Менікі еще Immobilizer деген жоқ деді. Сон бағың бар екен, жақсысы. Immobilizer болса кішкене қымбаттау болатын еді дейді, қымбатты кететін еді дейді. Мына A63 дегені қойылды, өте жақсы. Қазан сұрғысын жасап жатырмын, көріп отырсыздар. Бітті. Енді жинап жатыр бәрін өз орындарына, көріп отырсыздар. Қайтадан жинау процесі жүріп жатыр. Сонымен қорытынды достар, көрермендер, оқырмандар. Бас-аяқ 4-5 сағат ішінде автодабыл орнатып алдық. Starline A63 деген. Өте жақсы дүние екен. Қыста оталдырып қойғанға бір жағынан автосигнализация, автодабыл. Ең бастысы өзіме ұнады. Бәлкім қымбат, бәлкім арзан, мүмкін орташа бағада шығар, білмедім. Ең бастысы өзіме ұнады. Өз қалағанымдағыдай, өз арманымдағыдай автосигнализация, өз ойлаған бағамдағыдай автосигнализация, автодабыл орнатып алдым. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.